талантымен таңғалдырған тойшы баланың жайлауына біз сапар шектік. Сондағы ата-аналармен, атасымен және оның отбасымен жақыннан танысатын боламыз. Ал енді Иманғали тойшы бала енді саған бір сұрақ қойғым келіп тұр. Тамаша, таза табиғаттың аясында. Жалпы саған қандай әндер ұнайды? Маған өзі дәстүрлі әндер және қазақи әндер ұнайды. Көбінесе маған қазақи әндер ұнайды. Өзіміздің қазағымыздың күшті әндері ұнайды. Ал енді жалпы қолың бос болған кезде қандай сүйікті істеріңмен айналысасың? Неге қызығасың? Жалпы арманың қандай? Менің сүйікті істерім осы атымды егептеп шауып бәйгелерге қатысқым келеді. Жалпы тақымы мықты шабандоз болғың келеді ғой. Алла қаласа әрқашан өнердің де бәйгесінде алда келетін жүйрік тұлпар бол деген тілек бар бізде. Мінеки біздің атарымызға қош келдіңіздер. Мұна біздің Иманғали баламның тойшы бала. Соның мұна талабы өрлей берсін. Домбыра алып мінеки өзінің өнерлерін көрсетпекші болып, соған талант қылып жүрген мұна Иманғали балам. Құдай әрқашан өзінің денсаулығын, мықтылығын берсін. Не дейміз енді одан басқа? Яқшы балдар, сіздердің де талаптарыңызға Құдай нұр жаусын. Осыларға үйретіп, өнегені көрсетіп нығып атқандарың үшін сіздерге де рахмет айтамын. Аллах акбар. Мінекей Кенжебай ата, бүгін туым қораларыңызға қосым туым қорасына келдік. Мынау бата берген балаңыз, яғни Иманғали тойшы бала, әрқашан қазақ өнерінде қанаты қалықтап, самғай берсін. Мына домбыраны арнайлап, аманаттап бізге өзіңіздің Құрышбек балаңыз, Ерлер ата шипасу жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің төрағасы мына Құрышбек балаңыз арнайы осы біздің Иманғали баламыздың өнері өрлей берсін деген мақсатта осы үкілі домбыраны бізге арнайы ұсынды. Осыны сізге бүгін сіздің алдыңызда біз Иманғалиға арнайы табыстайын өтіп. Ал Иманғали дәстүрлі қазақтың үкілі домбырасымен әнімізді дәріптей бер, өнерің өркендей берсін. Құтты болсын. Құтты болсын балам.